Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Қараған ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңақоныс көшесі 27/2 үй тұрғыны қуаты Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Кешегі не бойынша жаңағы мазақтаулар деген сияқты ютубте айтып едім ғой, видеоны салған. Менің айтайын деген деп мазақтап жазып қойыпты, комментарий қалдырып. Бұл сияқты бұл жерде Қазақстан Республикасының азаматшалары, ұл, ер, қыз, әйел, адамдар және тағы басқа мемлекеттердің бұл жерде сол мазақтаушылық па деген сияқты кеше видеоны түсіргенбіз. Ол дейтін видеоны түсіргенде ол дейтін жаңағы офисіне барсақ, офисіне обращениелер дұрыс емес. Бәрін бір видеоны телефонда видеоны удалить еттім. Неге удалить кейіліп угрожать ете қойып бар. Ішінде офисте Қарис отырма, бір ол ер адам айтады, сен үйінде мамалармен және тағы түсірмейсің ғой, олар бүйтіп жатыр деп түсірмейсің ғой дейді. Сөйтіп айтып тұр жаңағы. Мен сонда жұмыста түсіреді екенмін. Олардікі нарушение, олардың түсіріп отырғандары. Еще знак тұр, сол жерде знактың өзіне өтіп баратыр. Ол дейтін обращениелер дұрыс емес қой. Ол дейтін тағы видеолар бар еді, жаңағы зам директор Альберт Қарасаевич бәкім жаңағы. Сол айтады, соларды удалить етіп тастады. Мен оларды удалить етпеймін, олар маған безопасность керек болады дедім. Мен не деп удалить етемін оларды? Мен сонда видеоларды удалить етіп, олар офисте отыра беріп, аппақ адам сияқты отыра бермейтін шығар енді. Ештеңе болмаған адам сияқты. Еще маған жаңағындай неге ешқандай праворазглашение отырғандар жаңағындай сетке шықпа, оны ол өздеріміздің тайна деген сияқты оларға жазбайсың, оларға видео таратпайсың дейді отырғандар. Мен сонда не істеуім керек? Мен барып сонда өлім керек па сонда сол жерде? Ол жерде сол адам құқығы тапталып жатыр. Кімнің? Қуаты Бауыржанның, менің. Ол дейтін ондай болмайды. Қазақстан Республикасы ондай болмайды. Қазақстан Республикасының жаңағында заңды прокурорың бар, сотың бар, және тағы басқа ұл, ер, қыз, әйел, адамдардың құлақтарына алтын сырға. Мен ондай жаңағы война нелеріне қатыспаймын, жұмыстарына мен қатыспаймын. Мен соны айтайын деген. Мен өзім жаңағындай обращениесі дұрыс болса, сондай жерлерде қатысамын. Ол дейтін жаңағындай видеоны жіберетін чаты болу керек. Сол видео чатында олар қарау керек. Олар қарамай, олар жаңағындай аппақ адам сияқты отыра береді. Еще мені қаралап, ол видеоға түсірді, тайнан айтты, өйтті деп, бұл ана жерде мен қырылып жатырмын. Ол кәрісі айтады, жаңағы офисте отырған. Сен үйіндегі заттар түсірмейсің ғой. Сен үйіндегі заттар түсірмейсің, жұмысыңа жауап берсейші. Сен біреудің чужойының өміріне нең бір аласың? Сен не күртесің ба, не отырып алып? Біреудің офисте отырып алып, сен біреуде отырып алып. Mesela асамасай алам деп ойлама, асамасай бермейді. Асамасай ол жеке өзінің жеке басыма тиісті асамасай. Асамасай сол заңды сондай жерлерде болады. Мен сол айтайын деймін. Ол дейтін олардың отырғандары вообще нарушение, грубый нарушение. Олар еще дым білмегенде отырайын деп жатыр. Сөйтіп кешеге де увольнение жазғанды алып, мен жұмыстан шыға беріп бара бер онда. Жұмыстан шығардым. Сосын өткенде істеген ақшаларымды алам. Сонымен сол, бұл жерде сол айтайын деген. Кеше жаңағы Green Plaza 17-ші микрорайонда естідік жаңағы полицияға барған кезде. Қайсы сол жерде крутой болып жүрген, өзінше тоқтатып жүрген прокурордың баласы дейді. Сол жерде жаңағындай қыз бен қыз, ұл мен ұл сүйісіп жаңағындай сөйтіп отырады дейді. Жаңағы сол жерде сөйтіп айтып жатыр. Олар сол грубый нарушение істеп жүр. Олар сол жаңағындай сақшылардың асамасайдан қашып, өзінше заңды нарушениеден қашып, көшіп келді, ана мынау. Сен көшіп келді, өзің мемлекеттің еңе жауап беріп ал, көшіп келді ана мынау.
мен сол айтайын, мен сол жұмыстарға қалған нелерден қатыспаймын. Ол дейтін грубый нарушение. Кеше гверді көрдік, ана кім менімен отырған старший охрана. Ол да бір көрдік жұмыс істегендер. Отырған кезде олда да ішіп алып ақыбетіне өз маған күш көрсетіп, сондай қылып сөйтіп жүр. Ол дейтін еще мусор ала ма ана жерден, мусор толып алса мусор ала ма, сондай несі бар адамның. Мен ол жерде ол дейтін грубый нарушение, ондай нелерге қатыспаймын, сол айтайын. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сендермен бірге болған Шилоханы Бауыржан Бекқожин, Талмырұлы жоғарыдағы. Түркістан Арыстанбап Бауыржан Бекқожин, ұлы Ерана Талмырұлы жоғарыдағы. Каган Бауыржан Бекқожин, Талмырұлы жоғарыдағы. Ферғауын патша Бауыржан Бекқожин, Талмырұлы жоғарыдағы. Жебірейлі Алла Құдай, Алла қиы Құдайда, жыл қабыр Құдай, төртінші Алла Құдай, Арести Чередне болып, Зебіспей Құдай, Аты Жомалды Бауыржан Бекқожин, Талмырұлы жоғарыдағы. Ақтөбе облысы Шұбарқыда қонағының қуат атасы туылған жері Қоңырат көретін Дәуіт Алым Шомышты Қарағойлы Лабағыру Батыр ұлы ер адам Мазар Қоңырат Бәйкесі туылған жері Бауыржан Бекқожиннің Қоңырат көріп микрорайон 918 улица Кара деп былайта тұрамыз. Карагалпакстан бір подъезд 2 этаж 20 квартира үй Бауыржан Бекқожин бір подъезд 2 этаж 20 квартира үй Бауыржан Бекқожин туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан Бекқожин Талмырұлы жоғарыдағы. Олар сондай болады, ол дейтін қалған нелері. Ондай нарушение ол дейтін сондай, ол дейтін сол офисте отырып аппақ адам сияқты сөйтіп отырмайды жер. Олар дейтін ұстау керек, ГБР сеп тұру керек. ГБРді олар сені сондай қылып отыр. Мен сол енді жұмыстан осындай болады. Мен ондай нелерге қатыспаймын. Сол айтайын деген. Қалған деген нарушение ғой. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Ол дейтін ондай болмайды ол. Қалған нелері өтірік фантомас болып жүрген. Ол егер қыз әйел адам адамдар. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Бауыржан Бекқожин Талмырұлы жоғарыдағы.